Қазақстанда жаңбырлатып суару қондырғыларын шығаратын зауыт салынады. Ауыл шаруашылығы министрінің Қытайға жасаған жұмыс сапарының нәтижесінде осындай уағдаластыққа қол жетті. Өндіріс орны Қорғас шығыс қақпасы арнайы экономикалық аймағы болып бекітілді. Алғашқы кезеңде кәсіпорын жылына 400 қондырғы шығарады. Министр Ербол Қарашөкеевтің айтуынша, еліміз 2030 жылға дейін интенсивті суару жүйесін қолданатын егістік аумағын 2,5 есе арттыруды көздейді. Бұл шамамен 750 мың гектар жер. Ал бұл көрсеткішке қол жеткізу үшін Қазақстанға озық технологиялар қажет. Біз Қытай бойынша жаңбырлатып суару жабдықтарын шығаратын ең ірі компания саналамыз. Өніміміз әлемнің 26 еліне экспортталады. Қазақстанда ашылатын кәсіпорынның арқасында біз болашақта орталық Азия мен Ресей нарығына шыға аламыз. Жалпы қазақстандық ауыл шаруашылығы техникасы нарығында сапалы өнім пайда болу үшін барымызды салуға дайынбыз. Сапар кезінде тауар айналымын арттыру мен отандық ауыл шаруашылығы өнімдерін экспорттау жағында талқылады. Мәселен, былтыр екі жақты алыс-беріс 61%-ға артып, 900 миллион доллардан асты. Отандық өнім экспорты 2 есе ұлғайды. Сондықтан қазақстандық тарап келіссөздер барысында экспорттаушы компаниялармен өнім тізімін ұлғайтуға ерекше мән берді. Сегодня мы договорились о том, что мы создаем. Бүгін жұмыс тобын құруға келістік. Қазақстан мен Қытай арасында мемлекет аралық комитет бар. Соның ішінде ауыл шаруашылығымен айналысатын арнайы жұмыс тобын құратын болып келістік. Бұл платформа барлық мәселені жылдам әрі жеңіл шешуге мүмкіндік береді. Жалпы кездесу жемісті болды деп ойлаймын.